Алло, жиен? Алло, ағасы, қайдасыз? Сен айтқан арбатта отырмын ғой? Көрдім, бер қараңыз. О, жиен! Батырым, Ағашы қалайсыз? Қалай, жиен? Жақсы. Тәу жігіт болып кетіпсің ғой, қап-қара болып мен сияқты. Отыр. Өсіп жатырмын. Қалай, әпкем, жезделерім, жағдайлар жақсы ма? Жақсы. Нағаш, қыдырамыз ба? Қыдырғанда, айлық алғанда бір жақсылап қыдыртармын сені, жиен, Ой, уайымдамасаңшы. Менде ақша жеткілікті. Оның үстіне қонақсыз. Ой, рахмет. Сен ақшаны қайдан алып жүрсің? Әкем әр бес алғаныма 5000 теңгеден береді. О, жақсы. Айтпақшы, әжең май құрт беріп жіберген. Бір пакет қылып беріп жіберген ба? Жоқ, азын аулақ. Онда мына пакетке не салып алғансыз? Бұл пакет менің пакетім емес. Менікі мына сумка ғана. Бұл пакет біреудікі қалып кеткен болар. Ішінде не бар екен? Көрейікші. Жиен? Мынауың не? Жиен? Фөй. Ішіне біреу тамақ салып қой. О, апаныкі болар. Түскі астан қалған тамағы шығар. Ұят болады. Орнына қойып қояйық. Нағашы, менде бір зор идея бар. Не идея? Қазір көресіз, қызық болады. Жиен. Не істеп жатсың? Жиен. Қазір апа таппай іздейді. Қызық болады, білдірмей отыра беріңіз. Жиен. Үлкен адамды әбігерге салып, көңіл көтергеніміз адамдыққа жатпайды. Қазір қызық болады деймін. Менде сенікінен де зор идея бар. Қандай? Пакетті бер әкеш. Маған қарызға 5000 теңге бере тұршы. Айлық түскен кезде қайтарам. Олай шақ берем ғой, нағашы. Міне. Менде 3000 теңге бар екен. Айлыққа дейін бір мәнісі болар. Барлығын сала салайын. Неге ішіне салып жатсыз? Қазір қызық болады. Қой, апа келатыр. Көрінбейтін жерге тұра тұрайық. Жүр. Жарайды. Бисмилlah. Allah'ım. Allah'ım. Aşağıdan kınalıp yürgenimde bilgeni kesin var. O safşanı salgan adamın atanasına mыңда bir rahmet. Nurumdu жаудыра gör ya Allah'ım, sol otmasıға. Естідің бе, жиен? Бір жақсылық жасап ең, ата-анаңа рахмет айт. Ал пакетін тық болғанда, атаңа нәлет деп айтыптым беді мүмкін. Кешіріңізші, ыңғайсыз болып қалды. Біреудің затын тығып, қиналғанын көргенше, жақсылық жасап, қуанғанын көрген қандай бақыт. Иә, байқадым нағашы. Бала шағам қуанып қалатын болды ғой. Сен бүгін әкеңе алған бесіңді емес, жасаған жақсылығыңды айтшы. Қалай қуанған байқайсың? Міндетті түрде айтам нағашы. Жүр кеттік. Ой Аллам. Жиен, жақсылық жасау үшін міндетті түрде бай болу шарт емес. Мейірімді болсаң жеткілікті. Мысалы біреуге жылы сөйле, үлкенге көмектесіп жібер. Соның бәрі қайырымдылық болып есептелінеді, жиен. Түсіндің ғой мені? Түсіндім нағашы. Апаға көмектесейін. Апа келіңіз, көмектесіп жіберейін. Ой айналайын, рахмет айналайын. Айтқаныңыз келсін апа.